Қайырлы күн достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге дәл осындай салқын смузиді қалай жасауға болатындығын көрсететін боламын. Жаздың ыстық күндерінде өте таптырмас әрі пайдалы сусын. Бізге қажет заттар айран, қант және де осындай құлпынайды пайдаландым. Сіздер кез келген жеміс түрін пайдалансаңыздар болады. Құлпынайымызды жуып тазартатын боламыз. Міне тазартып жуып алдым. Айранымыздың үстінен саламыз құлпынайымызды. Қантымызды саламыз. Қантты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қолданасыздар. Мен осындай блендер пайдаландым. Осы блендермен енді езіп алатын боламын. Міне қараңыздар, біздің құлпынайларымыз осылай езіліп, қантымыздың барлығы айранмен араласты. Міне біздің осындай тез дайын болатын смузиіміз дайын болды. Балдарыңызға жасап берсеңіздер өте сүйсініп ішетін болады. Мен өзімнің қызыма жасап бердім, ұнатып, былайша айтқанда жартысынан көбін қызым ішіп қойды. Сіздер де жасап көріңіздер. Балдарыңызға, өздеріңізге ұнайтынына сенімдімін. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, дәл осы видео сіздерге пайдалы болып жатса, лайк қойып кетіңіздер. Осындай қазақша контенттің дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосыңыздар. Алда бұдан да көптеген рецепттер болады. Барлықтарыңызға ас болсын.